5 маусымнан бері басталған курста көп нәрсені үйрендім деп айта аламын. Соның ішіне біреуіне тоқталып өтетін болсам, Блум таксономиясы. Блум таксономиясы бойынша сұрақ құрастырған кезде көбінесе білу, түсіну, ары кетсе қолдану деңгейінен аса алмай жатамыз. Осы курс нәтижесінде талдау, жинақтау, бағалау деңгейлері бойынша сұрақтар құрастыруды толық меңгердім деп айта аламын. Осы курста мен үшін ең маңызды жақсы пайдалы ақпарат болған ол оқу мақсатынан сабақ мақсатына өту. Яғни смарт мақсат негізінде оқу мақсатынан сабақ мақсатына нақты деректер негізінде көшу және сабақ мақсатынан кейін тапсырмадан кейін критерий құрастырып, критерий негізінде дескрипторға өту мен үшін өте жақсы маңызды ақпарат болды. Курс тренері Баянғали Ғалымжанұлына алғысым шексіз. Өзімнің әдістемелік қоржынымды керекті құрал-жабдықтармен толтырып алып бара жатырмын деп айта аламын. Соның бірі көркем шығарманы талдаудың 3 сатысы. Біз шығарма талдаған кезде тақырыптың қойылу себебіне, мәтіннің баяндау формасына, сондай-ақ тілдік талдауға көбірек мән бермейді екенбіз.